Барлықтарыңызға сәлем, видео рецептер арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен тағы да бір пайдалы рецептпен бөліскім келіп тұр. Әсіресе үйде отырған аналар, жас қыз-келіншектер үшін таптырмас идеялардың бірі деп те айта аламын. Себебі осы видеоны арқылы үйде отырып кішігірім табысқа шығып, және де өз кәсіптеріңізді бастауларыңызға да болады. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар. Видео ұнаса, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Видео барысында сұрақтар туындаса, комментарий бөлімінде қалдырсаңыздар болады. Ең алдымен ыдысымызға ертіп алған маргаринді, жылы сүт және де жылы суды құямыз. Барлығының температурасы жылы күйінде болу керек, сондықтан қадағалайсыздар. Үстінен өлшеніп алған қантымызды салып, жақсылап араластырып, біркелкі массаға келтіріп, қантымызды ертіп аламыз. Басқа бір ыдысымызға 2 шай қасықта дрожжымызды салып, үстінен қант салып, жылы су құйып, араластырып, дрожжамызды жылы жерге 3-4 минутқа қоямыз. Басқа бір ыдысымызға ұнымызды өлшеп аламыз. Ішін осылай ашып, жаңағы дайындап алған сұйық массамызды үстінен құятын боламыз. Және де үстінен дрожжымызды салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Артық ұн қоспаңыздар, осы ұн жеткілікті болады. Барлығын жақсылап араластырып, біркелкі массаға келтіріп, жұмсақ қамыр илеп алыңыздар. Осылай қамыр илеп алғаннан кейін, үстін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қоясыздар. Дайын болған қамырымызды бөліктерге бөліп, таразының көмегімен 300-310 грамда өлшеп, 6 бөлікке бөліп аламыз. Қамырларды бөлікке бөліп, өлшеп дайындап алғаннан кейін үстін жауып 5 минутқа тындырып аламыз. Ішіне мен мұнда творожный масса мен вареный сгущенка пайдаландым. Және де тынған қамырларымызды 3-3 бөліктен бөліп, 2 түрлі начинкада печеньелерімізді дайындап аламыз. Қамырды осылай думалық формада жайып аламыз. Және де осындай арнайы кескіштің көмегімен рогалики формасында кесіп аламыз қамырды. Және де ішіне вареный сгущенка салып, орап шығатын боламыз, видеода көрсетілгендей етіп.
3 қамырды да осылай варен сгущенка салып орап, листтерімізге қойып, жылы жерге 5-10 минутқа көтерілуге қоямыз. Қалған 3 қамырды төртбұрышты формада жайып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп жайып шығасыздар, және де арнайы кескіштің көмегімен кесіп, ішіне творожный массаны салып, орап шығасыздар. Барлығын осылай кесіп дайындап алғаннан кейін үстіне жұмыртқамызды жағып, бетіне күнжіт сеуіп, 5-10 минут көтеріп алып қамырды, барлығын 180 градуста духовкада пісіріп алатын боламыз. Вареный сгущенка орылған қамырларға бетіне ештеңе жақпайсыздар, сол күйі духовкаға салып аласыздар. Біздің печенье дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер.